Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі Fox4 бағдарламасының тақырыбы қазіргі ұрпақ қазақ па, қазақстандық па? Бағдарлама қонағы Жұмадилова Ләззат Құрманғалиқызы. Ол 1973 жылы 18 қыркүйек күні Алматы облысы Райымбек ауданы Абай ауылында дүниеге келген. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің түлегі, білім беру саласының үздігі. Бағдарлама жүргізушілермен таныстырып өтетін болсам, Тайтанова Балауса, Тайтанова Диана, Смағұл Арайлым және мен Алимова Гүлнұр. Қайырлы күн, Ләззат ханым. Бәрімізге белгілі, білім берудің әртүрлі әдістері бар. Сіз білікті педагог ретінде қай әдісті тәсілді тиімді деп санайсыз? Иә, сұрағың өте орынды. Мен ең алдымен білім беруде балаға ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған күннен бастап өз ана тілінде білім алса екен деймін. Мысалы, бұрынғы кезде біз әліппені алғаш оқытып, 42 әріпті танытып, одан кейін барып ана тілін оқытатын 4 жыл бойы сол ана тілімен білімін сусындатқан едік. Енді биыл жаңадан білім министрі қолға алып отыр. Биылғы жылы сол әліппеміз қайтадан келгеніне мен қуанып отырмын. Ләззат ханым, қазіргі таңда жастар өз ана тілінен қарағанда орыс тілінде көп сөйлейді. Ана тілінің көлеңкеде қалуына не себеп деп ойлайсыз? Қазақ тілінің дамуы үшін қандай механизм ұсынар едіңіз? Қазақ тілі көлеңкеде қалды деп ойламаймын. Өйткені екі тілді бірдей жас жеткіншек қатар алуы мүмкін. Ол негізі тиімді де. Қазақ тілі неге көлеңкеде қалуы тиіс? Бізде ұлы Абай атамыздың орны толмас жаңағы қара сөздері, поэмалары, өлеңдері бар кезде. Мен осы орыс тілін, қазақ тілі орыс тілінің көлеңкесінде қалмас үшін осы ұлы Абай атамыздың шығармаларын көп оқыса деген ниет айтар едім оқушыларға. Сол кезде ғана ол өзінің ана тілін қалай сыйлау керек екен, дәріптеу керек екен жетік түсінеді деп ойлаймын. Қош келдіңіз, Ләззат ханым. Әр адамның мінезі басқалардың бақытына әсер етеді. Демек, ол пайда немесе зиянын тигізетін сипатқа ие деп Шотланд ғалымы Адам Смит айтқандай, сізді бақытқа бөлейтін нәрсе басқаларды да бөлей алады деп ойлайсыз ба? Иә, ойлаймын, өйткені адамның бойындағы мінез оның кескін келбеті. Егер сенің мінезің жайдарлы, мейірімді болса, ол ортаңа, жаңағы айналаңа бақытқа кенелтуі мүмкін. Егер сен өз ойыңмен өзің тұншығып, мінезіңді көрсете алмасаң, бет-бейнең жаңағы сенің ішкі дүниеңдегі мінезің шығып тұратын болса, ол бақытқа бөлей алмайды. Сондықтан сен айналаңды бақытқа бөлеу үшін сенің мінезің бай болу керек. Қазақта сөз бар ғой, жақсының жақсылығын айт, нұры тассын деп. Сен оны бақытқа бөлеу үшін жақсы сөзбен жаңағы оның бойына жақсы қасиеттерді сіңіре білуің керек деп ойлаймын. Ләззат ханым, жауабыңызға рахмет. Ендігі сұрақ: Қазақстан Республикасы 1991 жылы тәуелсіздік алғалы қазақтың білім жүйесіне, білім сферасына 12 рет өзгеріс енгізіліпті. Алайда қазіргі таңда финдік немесе сингапурлық білім жүйесімен бәсекелес бола алмайды. Қазақ білім сферасының дамуы үшін тағы да қандай реформа енгізу керек деп есептейсіз? Иә, сұрағың өте орынды. Мен ең алдымен өзімнің оқығанымнан түйгенім, мына Жапон халқының реформасын қолдар едім. Жапон халқы ең алдымен білім бермес үшін өздерін адамды рухани жағынан байыту керек екен, әдептілікке үйрету керек екен. Әбу Насыр әл-Фарабидің айтқан сөзі бар ғой, тәрбиесіз берген білім емес деген. Сондықтан ең алдымен адамға бірінші тәрбие берілсе ғана, сонда кез келген білімді ол жетік меңгере алады деп ойлаймын. Енді неформальды сұраққа кезек берсек, неге сіз, бұл сіз? Сұрағың өте қызық екен. Мен ең алдымен бірінші тұлғамын. Одан кейін ата-анамның үпілеп өмірге әкелген қызымын. Одан кейін жарымын және анамын.
Одан кейін соңғысы өзімнің армандап мектеп қабырғасында сендер сияқты жеткіншек болып жүрген кезден бастап армандаған мамандығым ұстазбын. Ұстаз болу өте қиын да қызық. Балаға мен ең бірінші ұстаз болдым, өйткені қаталдық арқылы мен тәрбие бердім, білім бердім. Білім беру үшін, білімді жаңағы оқушы бойына сіңіру үшін қаталдық керек деп ойлаймын. Кейде оқушыларымыз ойлап жатады, қатал болсақ, ол мұғалім, нашар мұғалім деп. Қаталдық болмаса, ол білім болмайтын еді. Екінші, мен анамын. Оқушыға ана бола білдім. Өйткені сен мейірім арқылы оқушының бойына жаңағы білімді дарыта аласың. Келесі, мен оқушыға анамын, доспын. Дос болу үшін сен оқушымен сырласасың, оның ішкі жан дүниесін бөлісесің. Кейде оқушылар келеді алдымызға, үйіндегі жаңағы болып жатқан әртүрлі проблемаларын айтқысы келеді. Сонда сенен дос болуды тілейді екен. Сондықтан сен оқушыға дос бола білсең, ол сенің жаңағы ұстаз болғаныңда, ана болғаныңда, дос болғаныңда сонда жақсы нәтижеге жетеді деп ойлаймын. Керемет жауап үшін рахмет, Ләззат ханым. Келесі сұрақ. Мен тағдырыма тек екі нәрсе үшін алғыс айтамын, дейді. Испандық болғаным үшін және мен Сальвадор Далимін деп атақты испандық суретші айтыпты. Ал мен қазақ болғаным үшін және Тайтанова Диана болғаным үшін алғыс айтамын. Сіз тағдырыңызға не үшін алғыс айтасыз? Рахмет сұрағыңа. Мен тағдырыма не үшін алғыс айтам? Мен ең бірінші осы өмірге келгенім үшін рахмет айтам. Өздерің сияқты шәкірттерге ұстаз болғаныма рахмет айтам. Ата-анамның үмітін ақтағаныма рахмет айтам. Мен отбасында 3 жылдан кейін келген жалғыз қызбын. Әке-шешемнің армандағаны мені жаңағы медицина саласынан көргісі келген еді. Бірақ менің өзімнің армандаған мектеп қабырғасында жүрген кезде армандаған жаңағы мақсатым, алдыма қойған ұстаз болу еді. Өздерің сияқты шәкірттерге білім беру. Тек қана білім беру емес, тәрбиелеу, онымен дос болу, бар өмірімді осы мамандыққа арнау. Өзімнің білгенімді өзімнен кейінгі шәкірттерге бере алсам, мектеп қабырғасында әріптестеріммен өзімнің ойымды бөлісе алсам деген ойда едім. Мен сол тағдырыма ризамын. Өйткені ұстаз болу өте жолы, қиын жол. Мысалы, мен осы мектепке келгелі бері міне 24 жылға таяу өмірі өтті. 24 жылда мен алдымнан қаншама балалар, қаншама жеткіншектер ұядан ұшты. Енді соның жаңағы жемісін мен артыма қарап білем. Қазіргі менің шәкірттерім көбі жоғарғы оқу орнын бітіріп, өмірден өз орнын дұрыс таба білді деп ойлаймын. Сондықтан мен тағдырыма ризамын. Қайырлы күн, құрметті Ләззат ханым. Біз даналықты 3 жолмен үйренеміз. Ойлану ең ізгі жол, еліктеу ең жеңіл жол, және үшінші тәжірибе жолы ең ауыр жол. Деп орыс ақыны Лев Толстой айтқандай, әр адамның еліктейтін өз тұлғасы болады. Сіздің кумиріңіз кім және неге? Бұл сұрақ өте қызық екен. Ең бірінші менің жаңа кумирім, өзімнің ұстазым, студент кездегі жоғары оқу орнындағы ұстазым Нұрша Оразақынова дейтін едім. Өйткені сендер ол кісіні осы қазақ тіл мен әдебиет барысындағы сатылай кешенді талдау жүргізу барысында танисыңдар, сендерге таныс ол кісі. Мен ол кісіні неге өзімнің кумирім деп санаймын? Ол кісінің өте салмақты мінезі, артық сөзі жоқ, байсалды, өзінің бойындағы білімін өзінің артындағы студенттеріне жете меңгертуге көп білім жаңағы жүргізді. Одан кейінгі кумирім мен өзімнің анам дейтін едім. Мен анамның мінезі, қазақта айтады ғой, тау қопарылса да қозғалмайтын адам деп, өте салмақты. Бірақ мен өкінішке орай мінез жағынан анама ұқсамаппын, өйткені мен өте шыдамсыз адамын. Маған бәрі тез болса екен деп ойлаймын. Кейде өзімнің сол шыдамсыздығымды анамды еске алу арқылы, анамның мінезін еске ала отырып өзімді өзім басамын. Сондықтан мен өз кумирім сол Нұрша Оразақынова апайым мен анам деп білемін. Қазақстан Республикасы жемқорлық бойынша әлемде жетекші орында алатыны белгілі. Жемқорлық статистикасының жоғары болуына не себеп деп ойлайсыз?
Иә, жемқорлықтың орын алуы ең алдымен мен айтар едім, адамның бойында рухани бай болмауы, руханилығының кедей болуынан. Егер ол рухани бай болса, оның бойында тәрбиесі мықты болса, ол ешқандай жемқорлыққа бармайтын еді. Одан кейін өзін жаңағы ұстап отырған ортасы. Адамды негізі орта тәрбиелейді дейді ғой. Сондықтан ортаға қарап, адам сол жемқорлыққа барады. Ең алдымен мен өзімнің артымдағы келешек шәкірттеріме сол жемқорлыққа бой алдырмас үшін адам өзі рухани бай болу керек. Рухани бай болу үшін кітапты көп оқу керек деп айтар едім. Сонда ғана ол ешқандай да жаңағы тәртіпті бұзбайтын, рухани бай, жаны дүниесі бай адам бола біледі. Сонда ешқандай жаңағы келеңсіз жағдаяттарға соқтырылмайтын еді. Кеңеспен кескен тон келте болмас демекші, жасөспірім жеткіншекке өмір бойына тек бір кеңес айтар болсаңыз, қандай ақыл кеңесіңізді берер едіңіз? Иә, өте қызық сұрақ екен. Мен жеткіншектерге ең бірінші мынандай ақыл айтатын едім, мынандай кеңес айтар едім. Атаңа ауыр сөз айтпа, атыңа ауыр жүк артпа деген. Адам кез келген сөзді айтпас бұрын ойлану керек. Мен өзімнің оқушыларыма айтып отырам, мысалы ретінде. Мысалы, сен ауыр сөз айттың. Ол ауыр сөзің сенің тақтайға шеге қаққанымен бірдей. Енді сол шегені суырып алсаң, не қалады орнында? Тесік қалады. Енді сен қанша ауыр сөз айтып, оның жүрегіне қаяу түсіріп, ренжіткен күннің өзінде ертең кешірім сұрасаң да, ол бәрібір орны жара болып қалады екен. Сондықтан кез келген сөзді айтпас бұрын ойлану керек екен. Мүмкіндігінше ауыр сөзі айтпауға, өзіңнің мінезіңді жөндеуге жол берер деп айтар едім, иә. Сондықтан жаңағы анаңды мысалы ренжітпес үшін сенің өзіңнің жаңағы айтқан сөзіңді күнде бір сөмкеге тас салғанмен есептеп отыршы. Мысалы сен күнде анаңа бір ауыр сөз айттың. Ол жаңағы тас жинала ананың жүрегі тура сол ауыр сөмкедей болады екен. Сондықтан сен ауыр тасты көтергенмен бірдей анаңның жүрегіне ауыр жүк артып отырсың. Сондықтан ешқашанда анаңа да, өзіңнің айналаңдағы достарыңа да ауыр сөз айтпа деп ақыл айтамын. Ләззат ханым, қазіргі таңда жастардың жынысы мен келбеті ауысуда. Сіздің ойыңызша адамның көркі келбетінде ме, әлде білімінде ме? Иә, бұл сұраққа мен адамның келбетінде де емес, білімінде де емес, оның тәрбиесінде дейтін едім. Егер ол ұшқан ұясынан дұрыс тәрбие ала білсе, ол ешқандай да өзінің жынысын ауыстырмас еді. Егер оның тәрбиесі мықты болса, ананың аялы алақанынан мейірімділікті, әкенің қатал тәртібінен білім алып сусындаған болса, ол өзінің жынысын ауыстырмас еді деп ойлаймын. Сондықтан да әр адамның кез келген жаңағы келеңсіз нәрсеге баруы оның тәрбиесінде. Бағанада мен өзімнің сөзімді айтып кеттім ғой, адам рухани бай болған кезде ғана ол ешқандай кемшілікті жібермеуге тырысады. Сондықтан кемшілік жібермес үшін адам ең бірінші білімді болудан бұрын ол тәрбиелі болу керек, рухани бай болу керек дер едім. Жаңа Арайлым ханым атап өткендей, қазіргі таңда қазақ жастары батыс мәдениетіне көптеп еліктеуде. Бұл жағдайға біздің қанын төккен, жанын берген ата-бабаларымыздың теріс қарағандығы белгілі. Ендігі туында отырған сұрақ, қазіргі ұрпақ қазақ па, әлде қазақстандық па? Қазіргі жастар қазақ па, қазақстандық па деп бөлу ол дөрекілік шығар енді. Әрине қазақ, қаны қазақ болғаннан кейін. Мен жоғарыда айтып кеттім, Жапон елінің реформасын қолдаймын деп. Жапондықтар бүкіл әлем бойынша алға шыққан, барлық жан жағынан, тәрбиеден де, білімнен де жоғары тұрған мемлекет деп санаймыз. Олар неге жоғары тұр? Олар өздерінің кемшіліктерін сол іздеп, тауып біле білді, рухани даму жағынан. Сондықтан қазақстандық болу үшін, қазақ болу үшін біздің жан дүниеміз рухани бай болған кезде ғана біз өзімізді қазақпыз деп айта аламыз толық. Ал қазақстандық болу ол әрбір азаматтың міндеті, борышы.
Ләззат апай, алтын уақытыңызды бөліп келіп отқаныңызға алғысымыз шексіз. Осымен біздің кереметте өте әдемі сұхбатымыз өз аяғына жетті. Егер құрметті көрермен, егер сізге бұл сұхбат ұнаса, лайк басып, коммент жазуды ұмытып кетпеңіздер, және де міндетті түрде тіркеліп колокольчикті басып кетіңіз. Сау болыңыздар. Мына бүгінгі сұхбатқа шақырып, менімен ой бөліскендеріңе сендерге көп-көп рахмет айтам. Мен ең алдымен мектебімізге келген Шыңғар ағайға рахмет айтар едім. Осы жобаны қолға алып, оқушыларды ой дәрежесін дамытып, жетілдіріп отырған. Өйткені неге олай деп айтып отырмын, мен Гүлнұрға 5 сыныптан бері сабақ беріп келе жатырмын. Гүлнұрдың қандай қыз екенін басқа білмесе де мен білемін. Өйткені қазақ тілі мен әдебиетінен аптасына 5-6 сағат мен кіремін. Сондықтан Гүлнұрмен мектепке келіп, Гүлнұрмен мектептен қайтамын десем, артық айтпас едім. Сондықтан Шыңғар ағайымна алға қойған жобаңыз, қолға алған жобаңыз құтты болсын, жетістіктерге мол болсын, тәрбиелеп отырған шәкірттерімізді тек қана биіктерден көре берсек деп ойлаймын. Енді биылғы соңғы жыл 11 сыныпқа қадам басып отырған Арайлым мен Гүлнұрға сәттілік тілеймін ең алдымен. Өмірде алған түйген білімдеріңді өмірде де қолдана білесіңдер деп мен сендерге сенемін. Өйткені ата-анадан алған біліммен қоса мектептегі ұстаздарыңнан алған білімдерің сендерге жеткілікті деп ойлаймын. Сондықтан ата-ананы ұстаздарыңды қалдырмай, осы 11 сыныпты аяқтай отырып, грант иегері ата-аналарыңа тілектеспін. Одан кейін Диана мен балаусаға сәттілік тілеймін. Осы алдындағы әпкелерінің, ағаларының жолын басса екен деймін. Рахмет көп-көп.